1932 жыл. Қазақ даласы үнсіз қалды. Голощекиннің кіші октябрь науқаны 6 миллион халқы бар елді аштан қырды. Көшеде төңкерілген қазан, иесіз қалған ауыл, тау болып үйілген мәйттер. Дәл осы уақытта Қаныш Сәтбаев жезқазғанды бұрғылау жұмыстарын тоқтатпай, аштықтан босқан жұртты базаға жинады. Ол жүздеген адамды жұмысшы деп тізімге қосып, 400 грамм қара нанды бәріне бөліп беріп, ажалдан арашалап жатты. Кенеттен омбыдағы ағасы Бөкештен құтқар деген астарлы телеграмма келеді. Қаныш кідірместен жүк көлігімен туған ауылына аттанды. Ауылға жеткенде көргені қу сүйегі қалған қариялар мен күлкісін ұмытқан бүлдіршіндер. Қаныш, бәріңді бірдей әкете алмаймын, тек балаларды беріңдер деді. Ол көлік қорабына 10 баланы тиеп, киізбен орап Қарсақбайға қарай жол тартты. Осы сапарда ол Шорман ауылына соғады. Өз әпкесі Ғазиза 5 баласымен аштан өліпті. Тек 2 жиені Кемел мен Ришат шалажансар күйінде табылады. Тәрмізи енісі, бұлар бәрібір жолда өледі, тастайық десе де Қаныш, арқалассаң да жеткіз деп бұйырып, 2 жиенін ажал аузынан суырып алды. Сол Кемел кейін алтын адамды тауып, әлемді таң қалдырған атақты археолог Кемел Ақышев еді. Қарсақбайға 13 аш баланы арқалап келгенде жұбайы Таисия шошып кетті. Үй тар, тамақ аз, қолында 1 жасқа толмаған сәбиі бар. Екі оттың ортасында қалған Қанышқа көмекке орыс қайненесі Фелицита Васильевна келді. Ол қызына, туысты тоқшылықта іздеп, жоқшылықта безесіңдер ме? Таисия, қазаққа тұрмысқа шыққанда бір ауыл туысқа ие болатыныңды білуің керек еді. Тез қазан көтер деп бұйырды. Орыс анасы мен қазақ азаматы сол күні тізе қосып, 13 баланы жуындырып, шашын алып, киімін тігіп, өлімнен арашалап қалды. Сол жылы Сәтбаевтың үйіне 20-дан астам адам бір қазаннан ас ішті. Қаныш тек геолог емес, ол бір тұтас әулеттің, тіпті ұлттың үзілгелі тұрған үмітін жалғаған тұлға еді. Егер сол күні Қаныш тәуекел етпегенде, бүгін біз алтын адамды да қазақ ғылымының негізінде білмес едік. Бұл нағыз ерліктің, нағыз махаббаттың хикаясы.